оқушылар, бүгінгі өтетін дебаттың тақырыбы мен және менің таңдауым. Мақсаты оқушылардың таңдаған мамандық туралы түсінік беру, әр мамандықтың қызығы мен қиындығы болатын ұғыну, ойлау қабілеті мен сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Әдісі пікірталас, сұрақ жауап. Бүгін мен және менің таңдауым тақырыбында өтетін дебатқа қош келдіңіздер. Дебат дегеніміз өзі пікірсайыс, балалар, иә, оны білесіздер. Жаңағы өзінің жас сөзге шығып, шешендік ойынын мәдениетті түрде жеткізе білу, ойынның ұшқырлығын, сынға түсетін ойын. Дәлелдер мен фактілерге сүйенеді. Бұл жерде дебат өзі өкіметпен жаңағы оппозиция тобы болады екен. Біз өкімет тобын қарастар тобы дедік, оппозиция тобын ақиқат тобы дедік. Болғандықтан бұл жерде дүниежүзілік және Қазақстанның бойынша бөліп алатын боламыз. Бұл жерде біз дүниежүзілік емес, Қазақстанның өзін алатын болып шештік. Және осы жерде біз мен және менің таңдауым атты тақырыбында менің спикерлерім бірінші сөз сөйлейді, мен лидермін, және содан ең соңынан мен сөзді қорытындылап өтетін боламын. Жалпы дебаттың тақырыбы бойынша мен және менің таңдауым тақырыбы. Бұл жалпы мен және менің таңдауым тақырыбы бұл адамның өмірлік бағыт-бағдарын анықтайтын, жалпы өмірлік бағыт-бағдарын анықтайтын жалпы маңызды қадамдардың бірі. Жалпы таңдау жасау дегеніміздің өзі адам өміріндегі бір маңызды процестердің бірі. Әр адам, әр тұлға өз өмірінде үлкенде кішілі таңдау жасайды. Мысалы, соның өзінде мамандық таңдайды, өз ортасын, өмірлік ұстанымдарын, тағы сол сияқты таңдау жасалып жатады. 7 рет өлшеп 1 рет кес дегендей, әр адам сол шешімдерді қабылдамас бұрын ол өз алдына жауапкершілігін, еркіндігін, саналығын, өзінің ойын жалпы анықтап жеткізе алуы таңдауына әсер етеді. Яғни дұрыс таңдау үшін адам өзінің аналитикалық ойлау қабілетін анықтап, өзінің артық кемшіліктерін біліп, сол ортаға дайын немесе дайын еместігін біліп, жалпы тәуекелді бағалап, өз жалпы шешімдерді қарастырып, соған деген жаңа мүмкіндіктерге жол ашу. Тағы сол сияқты адамның өміріне, таңдауына үлкен әсер етеді. Мен және менің таңдауым. Әр адамның өмірде өзінің таңдауы, яғни бұл мамандық таңдау. Бұл жерде ешқандай адам қателеспеу қажет деп ойлаймын бұл таңдауда. Және де бұл таңдау арқылы адамдардың мамандық таңдау арқылы жалпы айтатын болсақ, адамдарға пайдасын тигізерліктей, өскелең ұрпаққа тәрбие бере алатындай, адамдардағы үлкен кісілерден болсын, қандай да бір жағдай болмасын, сол адамның батасын алып, сол адамның сүйіспеншілігіне бөленетіндей мамандық иесін таңдауға қажет деп ойлаймын. Және соған екі факт қоятын болсам, мысалға бірінші мамандық, ол мұғалім мамандығы, ол болашақ ұрпақты тәрбиелейді, және ол болашақ күресші болсын, дәрігер болсын, әкім болсын, президент болсын, кез келген бір жұлдызды болсын, ол тәрбиелейтін және соған бағдаршам болып, оны алға қарай жетелейтін де сол мұғалім мамандығы. Ал екінші факт қоятын болсақ, ол дәрігер. Кез келген адам енді жасына қарай болсын, ауру болған кезінде, немесе науқастанған кезінде болсын, емдейтін сол дәрігер. Және осы артқа айтатын болсақ, кейбір сәттерде вирустар жүрген кездер болды. Сондай сәттерде дәрігер тапшылығы болды. Сол сәттерде негізі ең керекті мамандықтардың бірі деп есептеймін. Сол секілді болды. Мәселе осында болып тұр. Сіздер мысалға бір жерге сұранатын болсаңыздар да ата-аналарыңызбен ақылдасыңыздар, мамандықта тура сондай. Ал еңбек нарығы өзгерісте ата-ананың ой таңдаған ойлары, қазіргі ата-ана қалалыққа мамандықтар ескіріп жатыр. Қазіргі заманда технологиямен көптеген басқа да жұмыстар дамуда, ескі жұмыстар жойылып кетуде. Және де олар көбінесе ата-ана қалайтын мамандықтарын жасанды интеллект басып алады. Қазіргі заманда сол жағдайда көптеген мамандықтар жойылуда. Ата-аналар мысалы қазір қыздары мұғалімдер, дәрігерлер болғанын қалайды. Дәрігерлер ол алда қарай дами беретін мамандықтардың бірі, бірақ оны да кейін роботтармен басып алуы мүмкін. Ал мұғалімдер жайлы айтатын болсақ, қазір балалар көбінесе мұғалімнен емес, искусственный интеллекттен, яғни жасанды интеллекттен пікір сұрағанды қалайды. Сондықтан да мұғалімдердің мамандығы да
болашақта жойылып кетуі мүмкін болашақта жойылып кетуі мүмкін мамандықтардың бірі болып саналады. Ал тағы айтып кететін болсақ, балалардың өзінің қызығушылығымен қазіргі заманда сұранысы көп мамандықтар таңдап, ата-анасынан және де қасындағы қоғамнан, басқалардан көмек сұрап, бәрінің ойларын, пікірлерін ескеріп отырып мамандық таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Мысал келтіретін болсақ, бұрында дизайнер мамандығы популярный мамандықтардың бірі болған, танымал мамандықтардың бірі болған, және де сұранысы көп мамандыққа ие болған. Ал қазіргі заманға айта келер болсақ, дизайнер мамандығы сұранысы аз болып қалды. Өйткені оның бәрін жасанды интеллект басып алды. Ата-ананың да осы мамандықта таңдайтын болса, осындай дизайнер сияқты мамандықта таңдайтын болса, ол қате болуы мүмкін. Өйткені бала болашақта жұмыссыз қалуы мүмкін. Өздерінің өздерінің сөзіне өздері қарсы шығып тұр. Мысалы өзі айтты, сұранысы жоқ мамандықтарға түседі деп. Ата-ананың көмегімен, яғни ата-ананың ықпалымен түсуге болады, ықпалынсыз түсуге болады деді ғой. Сосын жаңа дизайнер мамандығына мысал келтірді. Бұл жерде ата-анамен ақылдасып шешім шығарған дұрыс деп айтты. Ал ол жерде қыздың айтуы бойынша өзінің шешімімен шығарған дұрыс деді. Өз пікірлеріңізге өздеріңіз қарсы шығып өз таңдауын өзі жасайды, бірақ оған ықпал ететін ата-ана. Жаңағыдай ғой, ықпал ететін ата-ана дұрыс, бірақтан ата-ананың көңіліне қарап қана бала сол ата-ананікі дұрыс деп ата-ананікімен не қылады. Себебі балада возможность жоқ. Сіздер жалғыз ата-анаға жақынсаңыздар, бұл жерде жалғыз ата-ана емес, басқа да адамдардың ықпалы. Иә, сол басқа адамдардың ықпалы. Көңіліне қарап, ондай адамдар бар қоғамда. Бізде көңіліне қарап, қалай айтады, көңіліне қарап таңдау жасайтын адамдар бар. Олар өздерінің ішкі ойларын айта алмайды, сондықтан адамдардың көңіліне қарап, сол арқылы жүреді. Адам өзінің таңдауын өзі таңдау керек. Кейде ол нәрселерде дұрыс жағынан болып кетуі мүмкін. Ол мүмкіншілігі аз. Ол 100%-тен бір 60% солай болуы мүмкін, бірақтан